Түрмеде уақыт баяу өтеді. Камера жабық кеңістік. 40 адамға арналған үлкен камералар кең әрі жарық. Бірақ өте шулы. 4 адамдық камерада душ жоқ. Аумағы кішкентай, тыныстау қиын. Бірақ адам аз. Қайсы жақсы, қайсы жаман екенін түсіну қиын. 40 адамдық камерада сөйлесетін біреуді табасың. Мүлде ұнамайтын адамға жоламауға тырысасың. 4 адамдық камерада бір-біріңе амал жоқ. Айлап төзесің. Санаңа салмақ түсіретіні анық. Режимді ешкім жақсы көрмейді. Ояну таңғы 6-да, таңғы ас 6:30-да, таңғы тексеріс 7-де. Тексеріс ертеңгі және кешкі ортақ дәлізде жүргізіледі. Қамаудағылар бір қатарға тізіліп тұрады. Кезекші офицер атын атап шақырады. Қасына барып аты жөніңді, қандай баппен отырғаныңды айтып, камераға кіресің. Ауырып қалғандар, ыстығы көтерілгендер тексерістен босатылады. Басқалар үшін аяққа жасалатын жаттығу сияқты. Есіктің үстінде шам жанып тұр. Әр қабаттағы кезекші әрбір 2 сағат сайын камераларды аралап, есіктегі терезеден сығалап, бәрін көріп кетеді. Сол шамның түбінде жатқандарға ұйықтау қиын. Солардың жартысы кітап оқиды. Негізі жатуға пәрмен келген соң ештеңе істеуге рұқсат жоқ. Кейбіреулер көрпені басына жамылып алып, қолшаммен оқиды. Күндіз ұйықтауға рұқсат жоқ. Бірақ көбісі ұйықтап алады. Комиссия келсе ғана ұйықтатпайды. Бірақ күні бойы басқа не істемек? Түрмеде арбамен жүретін кітапхана бар. 5 жылға жетпейтін мерзімге кесілгендер, жұмыс орны болса, қатерлі дерті болмаса, өтініш жазып түрмедегі жазасын өтеп жүріп, жұмыс істеуге рұқсат сұрауына болады. Олардың өтінішін түрме басшылығы қарайды. Олар түрмеде тұрады. Тамақ ішуі де біздікіндей. Сотталушылар сияқты олардың да туыс достарымен кездесуіне рұқсат бар. Жұмыс істейтін айыптаушыларға минималды жалақы төленеді. Табысын түрме дүкенінен әлдене сатып алуына, не бала шағасына жіберуіне болады. 2 кітапханашыға арналған жұмыс орны бар, бірақ бұлар үнемі бос емес. Таза жұмыс. Оған өзі кітап оқығанды жақсы көретіндер сұранады. Күн сайын арбасына түрлі жанрдағы кітаптарды толтырып алады да, түрменің кезекшісімен бірге камералардың терезесіне келіп таратады. Кейде айыптаушылардан не қалайтынын сұрайды. Кейде 20 кітапты қалдырады да, бір аптадан соң алып кетеді. Әйелдердің бір бөлігі кітапты үйден алдыртады. Сосын өзара алмасып оқиды. Әрине, түрмеде кітапхана қоры сирек жаңартылады. Бірақ ол жерден де қызықты кітаптарды тауып алуға болады. Айына бір рет жоспарлы тінту жүргізіледі. Бірнеше қызметкерлер бірге келеді де бүкіл заттарды қағып, сілкейді. Тыйым салынатын заттарды іздейді. Ұялы телефон, үшкір заттар, есірткі, ішімдік, карта, аяқасты тінтулер де болады. Олар көбіне біреу әлдекімнің үстінен жасырын шағым немесе әкімдікке ашық шағым түсірсе жүргізіледі. Арызды анонимді түрде жасайды. Шағымды елдің көзінше хат жазып қол қояды. Кейде сол бірдеңе түкке тұрмайтын дүние боп шығады. Кейбіреулер тоқыма тоқиды. Біз ұстауға тыйым салынған, әйелдер төбелесіп бір-біріне ала жүгіріп өлтіріп тастайды деп қорқатын болу керек. Әйелдер өз қолдарымен күршек жасап алып тоқиды. Ескі жемпірлерін сөгітіп жіберіп, жіп тауып алады. Түрмедегі 2-ші күн. Кір сабынмен және қан жылым суға жуғаннан шашым жабысып қалған. Бізден бұрын түрмеге түскен қыздар қол жуғышқа еңкейіп бастарын жуып жатты. Амал нешік, шашын жуған жас қыздың жанына келдім. Кішкене су сабыңнан бере тұрасың ба? Шашымды жұмсартып алайын. Алдымен сабындап аламын. Ал, рахмет. Адамдар бір-біріне қол ұшын созбаса, түрмеде аман қалу қиын. Әрине, арасында өзгелердің мойнына мініп алғысы келетін персонаждар да кездесіп тұрады. Ондайларды сабасына тез түсіреді. Егер сәлемдеме келмесе, камерадан шықпай жұмыс істеуге болады. Біреу үшін кезекші болып, маникюр жасап беріп, басқа да тұрмыстық істерді істеп, ондай жұмыстың ақысын темекімен төлейді. Темекіні кез келген затқа айырбастап алады. Азық-түлік, жуынатын заттар, кремдер, киімге дейін. Темекі түрменің ақшасы. Бірінші күндері бұны білмедім. 3-ші күні кезекші маған бір қапшық сәлемдеме әкеп берді. Сыртқы әлеммен еш байланысым болмаған. Ешкімге ештеңе өтініп үлгермесем де, сәлемдемеден маған қажеттінің барлығы табылды. Қалың көрпе, жуынатын заттар, азық-түлік, темекі, 3 блок. Осы сәтте өзімді ұстай алмай өкіріп жыладым. Бәрі маған бақырая қарады. Жүрегім ауырды. Егер маған осынша зат беріп жатса, онда мені үйге ешкім алып кетпейді деген сөз.
Маған темекінің не қажеті бар? Түрмеде темекі тартып кетеді деп ойлады ма? Ақмақтық қой. Терезенің торынан сыртқа лақтырып жібермекшімін. Камерадағы көрші қыздар мені құшақтап, басып айтып, жұбатып жатыр. Темекі әлі керек болады деп түсіндірді. Менімен бірге түскен аяғы ауыр келіншектің аты Лера. Бабы алаяқтық. Осы баппен түскен әйелдер кітапты көп оқиды. Олармен сөйлесетін тақырып жеткілікті. Аяғы ауыр болса да, Лера ширақ. Лераның иығына басымды қойып әбден жыладым. 2 күннің ішінде камерадағылар менің сабырлы қалпыма үйреніп қалыпты. Бәрі таң қалып қарады. Жұбатып жатыр. Серуенге шақырып алдарқатты. 2 апта карантиннен соң бізді бөлді. 2 аптада бір-бірімізге үйренісіп қалыппыз. Әсіресе біз 4-еуміз. Мен, аяғы ауыр Лера, Украинадан түскен тағы бір жүкті қыз Алина, шекараны бұза беретін ерке тотай молдаван қыз Аруна, 4-еуміз бір камераға сұранбақшымыз. Комиссия түрме басшылығындағы 4 адамнан тұрады. Түрме бастығы бәрінен маңызды. Орта жастағы сүйкімді келіншек, сабырлы, көзі тұнық. Комиссияның алдына бір-бірден кірдік. Мен кезектің соңына таман кірдім. Қандай шағым бар деп сұрады түрме бастығы. Шағым жоқ. Қандай тілегіңіз бар? Камердағылар темекіні көп тартады. Менде аллергия. Үлкен камераға ауысыңыз, онда тыныстау оңай болады. Сонымен 4-еуміз де бір камераға түсіппіз. Үлкен камера. 3 қатарға қос қабатты темір төсек тізілген. Кіреберісте ұлтарақтай бір шаршы жер бос алаңқай бар. Түрлі мәселе шешілетін жер. Камераның жартысы бұрын түскендер. Біздің 4-тік терезе алдындағы төсектерге беттеді. Онда болмайды, деп тоқтатты бізді камераны ұстайтын Марина. Неге? Мұндағы орынды мен үлестіремін. Солай. Карантинде камера ұстағыштар болмайтын. Бәрін келісіп шешетінбіз. Мұнда тәртіп басқа. Біздің Лера камераны ұстайтын Маринамен келісуге бара жатыр. Біз Марина 4-тігінің жанындағы орынға жайғасатын болдық. Камерадағы адамдар өзара ынтымақтасады. 2-ден, 3-ден, 4-ден. Ынтымақтасу принципі әртүрлі. Ұлтқа байланысты, бапқа сай, көбіне рухтас, мүдделестер біргеді. Біздің 2 жүкті келіншек астына Аруна екеуміз үстіне орналастық. Алғашқы күндері көршілермен танысу болды. Ішкі тәртіпке үйренісіп, кезекшілікті бөліп алдық. Кім ас үйде, кім душта кезектесетінін анықтадық. Үлкен камераның өзіндік артықшылығы болады. Душтың ыстық суы бар. Кішігірім ас үйде тоңазытқыш пен түрлі түсті теледидар бар. Мен үшін ең маңыздысы жері кең болды. Ары-бері жүруге болады. Едені ағаштан. Кейде біздің мемлекеттердің бәрін жаңартып, пластик пен кафельге ауыстырып тастауға ақшасы жетпейтіні қандай жақсы деп ойладым. Табиғи материалдар өмірдің иісін сездіртеді. Терезенің сыртындағы ағаштар секілді. Басқа сынақ түскенде адамның жақсы әрі жаман қасиеттері анық көрінеді. Бір таңғаларлығы, түрмеде үнемі адамның ең тәуір қасиеттері оянады. Түрмеге түскендердің дені орта біліммен шектелген. Тең жартысы мүлде оқымағандар. Есірткі шеккіштерде түрлі жарақаттар болады. Қан саулап жүреді, бірақ соларға ешкім жақтырмай, мұрын шүйіріп жатпайды. Керісінше дәрігерден артық физраствор мен жарақатын таңатын дәке сұрап беруге тырысады. Спидпен ауыратындар түссе, олардың көзінше бұл ауру туралы айтпауға тырысады. Өте қарапайым, үндемей жүретін тәжік қызы Валя тәте қиналғанда жетіп кеп қолдан тыныстау амалын жасады. Ол кеткен соң өкіріп жылайдай дейсің. Әлдекімнің талмасы ұстаса, камерадағылар бір дауыспен терезеге айқай салады. Дәрігерді шақыр. Әрине арасында қуанышты хабар да болып тұрады. Босанайын деп жатыр. Украинадан келген Алинамыздың толғағы қысты. Бізде де қуаныштан айғайға бастық. Босанайын деп жатыр. Алинаны перзентханаға кетті. Өзін ертесі қайтарды. Сәбиін 3 күннен кейін әкеледі. Екеуін 3-ші қабаттағы балалы әйелдердің камерасына ауыстырады. Алинаны сосын серуен алаңда баласын тербеткен арбасымен көретін болдық. Оның айтуынша камералар жақсы жабдықталған. Аналар қалыпты керуетте жатады. Әрбірінің жанында баласының төсегі бар. Душ, ас үй, кір жуғыш машина бар. Баласы бар аналарға басқа әйелдерге қарағанда тойымды тамақ береді екен. Баласына қосымша тамақ әкеледі. Спидпен ауыратындардың да тамағы бөлек. Арнайы ем-дом қабылдайды. Оларға күн сайын қосымша май, жұмыртқа, ет береді. Олар ауыр күрсінеді. Одан да ем-дом болмағаны жақсы еді деп. Спидпен ауырғандар
уақытты кері қайтарғысы келеді. Қателік жасамас едім, ауырмас едім деп бармағын шайнайды. Алаяқтық бабымен отырған әйелдер білімді, көп оқығандар. Мұндайлардың арасында пысқай көп. Зонада оларды бақа есепшіл деп атайды. Олар өзгеге көмектесуден өзіне пайда түсіретін. Есірткі шекіштер мен алқаштар қарапайым әрі ақ жарқын келеді. Әрине, бес саусақ бірдей емес. Бір айдан соң мен Лерадан бөлек кеттім. Басында жоғары білім бар әйелдермен ынтымақта болдым. Бірақ кейіннен олардан да бойымда аулақ салдым. Оның себебі сондай күлкілі еді. Бұл әйелдерге үнемі сәлемдеме кеп тұрады. Олар ертеден кешке дейін тамақ іше беретін. Камерадағылардың көбісіне сәлемдеме келмейді. Солардың көзінше қайта-қайта тамақтана беруге ұялдым. Еш керіссіз, амал жоқтан олармен араласпай кеттім. Алена тәтенің жоғарғы жағына орналастым. Жасы келген сұлу сыған әйел. Ол мені білімді, өзіме сенімді, еркін болғаным үшін сыйлайтын.